Жодан не істеп жатырмыз жалпы? Танцуем еще? Поем, пьем, вот, а ну и пьем, потом что делаем, деген әңгіме ғой? Ой, молодец. Мен де домбыра билейді. Түннің ішінен шығайын десем болмай жатыр. Данда пьем, потом что делаем, деген әңгіме. Танцуем десе тағы. Ал керек. Төрт қыз айтады, төрт қыз. Бонемді еркек бар, дәуір еркек. Кім айтты? Басқа ойлаған жоқ мына жақта. Дұрыс әрине. Өзі стилі бөлектер осындай әндерді білетті негізі. Біз ғой Балғалиша. Жақында өмір бойына гаида жұмыс істеген бір ағамызды пенсияға шығатын болып, ертең пенсияға шығам деген күні қалтасына 50 000 теңге ақша салып, осы ешқандай правила бұзбаған водительге берейінші деп көшеге шыққан ғой, ютубта тарихта қалайын деп. Дені дұрыс водитель жоқ дейді. Біреудің правасы дұрыс емес, біреу жол айрығын кесіп кетеді, біреу қысылға өтіп кетеді дегенде. 2 сағат уақыт тұрған, бір жағынан қуанып тұр дейді, 50 000 теңге уәде, бірақ қалтамда қалатын болды деп тұрса, жигулі келе жатыр дейді. 40 деген жерде 40 пен ремен табылы, фар жабылы, қызылға тоқтап, сарыға дайындалып, жасылға жер, пешеход өткізіп, стоп линиядан 1 метр артырып, бір әдем келе жатқан ғой. Алдан шығып тоқтатып атса, ішінен жас водитель сол лыпылдап отыр дейді. Аға, мен ештеңе бұзған жоқпын. Мен 40 пен келе жатырмын. Мен фарын жағып алғам, мен ременін тағып алғам. Мен мінекей жаңағыдай қызылға тоқтадым, сарыға дайындалып, жасылға жүрдім, тұра тұршы, не деп кеттім. Мен тоқтатқан себебімді айтайын. Ертең пенсияға шығам. Бір YouTube деген тарихта, интернетте қалайында қалтама 50 000 теңге салып шығып едім. Ешқандай правила бұзбаған водительге берем деген уәдем береді. Уәдемде тұрайын. Сен ешқандай правила бұзған жоқсың. Мені саған 50 000 теңге десе, ана жігіт қуанып кетті. Қой аға, рахмет, жақсы болды, маған бәрі маған ба? Ертең барып право сатып алатын болдым ғой деп айтады. Сенің правоң жоқ па десе, қасында отырған әйел айтып отыр дейді, аға ішкен адам не демейді, бұл албас таңертең ұрттап ғана жібере салыңызшы. Сен еще ішпағансың ба десе, артқы сиденьеде отырған енесі айғайлап отыр дейді, қараңғағыр кеу болады. Айттым сендерге, ұрланған машина мінбе, ұрланған машина мінбе. Еще машина ұрланған ба десе, багажник дүрсілдейді дейді, ашқаса іште екі жігіт бүктеліп жатыр дейді. Не ғой, брат, границадан өтіп кетіп жатыр дейді. Сол айтқанда границадан, шекарадан өттік. Ол жалпы ресми бөлімнің шекарасы мана өтіп кетті. Бұдан кейін әр тос сайын осындай ойын сауықтарымыз енді көбейтіп отыратын боламыз. Вам повезло с папой. Папе повезло с женой. А то я тоже смотрю, завидую. Я тоже вот женился недавно, как ваш папа, 19 лет тому назад. Думал, она будет готовить как мама, а она бухает как папа до сих пор. Мой подарок – это путевка на двоих. Куда деген әңгіме, куда? Өзі таңдайды, уақытын. Болмай, шешім алайық сразу. Таңдан Акулиси море таңдай салу мүмкін, да? Шешім алайық, Венеция ма, Лондон ба, тут айдың түрі бір тілі болып бар жатыр. Америка ма, Нью-Йорк ба, бір жер таңдап алайық. Удировал. Әбек, бұлай шынай кісімен араласайыншы ме? Сіз айтыңызшы. Дубай, бола ма? Ерге болаға сәлем өткізді, Дубай. Бекетпен отельге. Аманболаға құрболға батыр жүрмейді деген екі сыйлығымыз бар, таңдаңыз. Либо свежий шапан береміз, либо свежий тоқал береміз. Қайсы? Ой, бердей тоқал. Жоқ, сөйді дүмді. Жұмсайын. Жұмсайын. Жоқ, қарсыңыз әбеке, қарсыңыз. Жоқ, бүгін сізде шапанның құтылайық. Енді көне береміз деген сіздер. Медеуінің бере тойды жақсы жүргізіп алсын. Осылай өнерің әрқашанда тек алға баса берсін. Қасында жүрген қарындастарым бәрі тек әрқашанда осылай биіктен көріне берміз.